Бақыттың кілті еркекте емес. 6 бөлім. Шынайы оқиға. Астанаға қылышын сүйретіп қыста келді. Жұмыс, сабақ деп жүріп уақыт зымырап өтіп жатты. Талғат нағашымның үйіне қоңырау шалып мені сұрайтын. Бастапқыда мен жоқ деп айта салыңыздаршы дейтінмін. Нағашы жеңгем менің сәтсіз аяқталған махаббатымнан хабары бар еді. Ол кісі барлығына түсіністікпен қарап, маған былай деді: «Жаным-ау, сен әлі жассың ғой. Ешкімнен де кем емессің. Ата-анаң да адал, еңбекқор, керемет жандар. Осы себепті басыңды тік ұста. Оқуыңды, жарқын болашағыңды ойла», деп ақыл кеңесін айтып, көп қолдау көрсете білді. Өйткені мен ауылдан қалаға келіп жүгенсіз кеткен қыздардан емес едім. Нағашыларым менің бір ерсі қылығымды көрген емес еді. Әкемнің үмітін ақтаймын, ұятқа қалдырмаймын деп, бар ықыласым тек оқуда болды. Талғат сол студенттік өмірімнің жарқын бір бөлігі еді. Кейін Айнұрға, енді Талғат қоңырау шалып мені сұрайтын болса, ол ауылына тұрмысқа шығып кетті деп айта салшы дедім. Сөйтіп, Талғаттың үмітін мүлде сөндіріп тастағандай болдым. Бұл іштей маған ауыр болғанымен осылай жасауға мәжбүр болдым. Сонан кейін Талғат мүлде хабарласпай, сол кеткеннен мол кетті. Солай дегеніммен Талғатты іштей қимайтынмын. Кейде қатты жалғызсырап, оны сағынатынмын. Сондай кездері оны ұмыту үшін анасының сөздерін есіме алатынмын. Анасының сөздері есіме түссе болды, кеудемді ашу-ыза кернейтін. Осылай санамдағы ойлардың сан рет арпалысқан кездері болды. Уақыт өте келе оны да ақырындап ұмыта бастадым. Күндіз жұмыста, түстен кейін сабағыма барып жүрдім. Талғатты ұмыту үшін бар жігерімді салып жұмыс істеп, басшылықтың көзіне түсіп, көңілдерінен шыға бастадым. Осылай сату маманынан менеджерге дейін көтерілдім. Табысым да арта бастады. Бизнестің қыр-сырын жетік меңгере бастадым. Магистратураны аяқтағаннан кейін жұмыс орнымда бір бөлімнің басшысы болып тағайындалдым. Шет елге іс-сапарға шығып, жер көріп, ел көре бастадым. Дүние танымым кеңейіп, бойымда баяғы ауылдың қызынан ештеме қалмады. Нағыз іскер ханымға айналдым. Осы кезде әріптес, дос-жаран арасынан маған көз салып, сөз салған жігіттер болды. Алайда ешқайсы көңіліме жақпады. Сөз салған жігіттерге кекесінмен мысқылдап жауап беріп, артынан жүгіртіп, кейбірін үміттендіріп қойып, кейін жоқ деп жауап беретінмін. Осылай жүргенімде жасымда ұлғайып, 25-пен қоштасып, 26-ға қараған шағымда анам хабарласып: «Қызым-ау, қашан тұрмыс құрасың? Жасың болса өтіп барады. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан», дегендей, сөз салған жігіттердің барлығының бетін қайыра бермей, сөйлесіп көрсеңші. Жасың ұлғайып кеткен соң, кейін өз теңіңді кездестіру қиын болады ғой деп айтқан соң, ата-анамның сөздері әсер етті ме, өзім де ойлана келе, енді сөз салған жігітпен сөйлесіп көрейінші деп шештім. Осылай жүргенімде өзіммен бірге көптен бері жұмыс істейтін Ғалымжан деген жігіт болатын. Бойы ұзын, кең иықты, жауырыны қақпақтай, баяғының батырларына ұқсайтын. Бидай өңді, сымбатты жігіт болатын. Жұмыстағы көп қыз-келіншектер Ғалымжандарына келе қалса, соған қылмыңдап тұратын. Сол Ғалым жаңа әріптестермен атап өтіп жатқан жаңа жыл кешінде мені көптен бері ұнататындығын айтып көңілін білдірді. Мен одан мұндай қадамды мүлде күтпеген едім. Өйткені бұрын соңды оның тарапынан маған деген қызығушылығын, сезім, әрекет, көзқарасын байқамаған едім. Ғалым тауар жіберетін бөлімде складта жұмыс істейтін. Мен үшін жұмыстағы әріптестердің бірі ғана, көрген жерде сәлеміміз түзу болатын. Осы кеште бұрын байқамаған екенмін, онымен бетпе-бет келгенде оның жүзінен Талғатқа ұқсастығын байқадым. Жымиып күлгенде бетінде пайда болатын шұқыршығы, қоңыр көздері, ақ құба өңі, тіпті шашының түсі де Талғаттікіндей қоңырқай жылтырап тұратын. Жаман жігіт емес секілді көрініп, онымен сөйлесіп көруге бел будым. Жұмысқа тұрғалы, осы жылғы жаңа жыл менің алдағы өміріме үлкен өзгеріс әкелетіндей, бір жақсылықты көңілім сезгендей болды. Осы жылғы кештен үйге көңілді оралдым. Сол кештен кейін Ғалым екеуміздің жұмыстағы қарым-қатынасымыз өзгере бастады.
Екеуміз түскі асқа бірге баратын болдық. Сәйкестік пе, әлде жүрегіміз қалап тұрды ма, әйтеуір екеуміз кешке жұмыстан бірге шығып қаламыз. Ол пәтер жалдап жалғыз тұрады екен. Екеуміз кешкі астананы қыдырып, кешкі ас ішіп, көңіл жарастыра бастадық. Ғалымның ата-анасы астананың маңындағы бір ауылда тұрады екен. Қолдарында інісі мен келіні бар екен. Ал әпкесі басқа қалаға тұрмысқа шыққан. Ол да отбасылы, өздері қарапайым адамдар екен. Осы жерде санама сіңіп қалған Талғаттың анасының сөзі есіме түсті. Тең-теңімен, тезек қабымен дегендей, менің отбасыма тең екен ғой деп ойладым. Өзім жоғары білімді, іскер адам болсам да, өз-өзімді неге бұлай бағалайтынымды білмедім. Сырттай өз-өзіме сенімді көрінгеніммен, іштей осылай ойлайды екенмін. Содан ғалым екеуміз жақын танысып, сырласып, сөйлесе бастадық. Ғалымнан неге осы уақытқа дейін үйленбегенсің деп сұрасам, ол жасыратыны жоқ, ұнатқан адамым болды. Онымен азаматтық некеде біраз уақыт бірге тұрдық. Алайда үйленеміз бе деп жүргенімізде ол мансап қуып басқа жаққа кетіп қалды, деп өткен өмір жайлы көп айтқысы келмеді. Мен де ары қарай қазбалай беруді жөн көрмедім. Содан екеуміз бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып, көктем айында отбасын құруға бел байладық. Ата-анам, аға жеңгелерім, әпкелерім ауылдан мені жөн жоралғысын жасап, үйден ұзатып салды. Ғалымның үйіне келін болып түстім. Келін болып түскеннен кейін, бір айдан кейін Астанаға ғалымның жалдамалы пәтеріне келіп тұра бастадық. Таңертең жұмысқа бірге барамыз, кешке бірге қайтамыз. Отбасылық өміріміз бір сарынмен жүріп жатты. Содан көп ұзамай менің аяғым ауырлады. Мұныма ғалым қатты қуанды. Ауылдан да ата-енемдер бізге жиі келіп тұратын. Содан мен айы-күнім жақындай бастаған соң декреттік демалысқа шықтым. Босануға керек жарағымды алып, дайындалып жүрген болатынмын. Бір күні үйге аяқ астынан енем келіп қалды. Түнде ыңғайсыз жатып, айы-күнім жақындаған сайын жүріп тұруым қиындап, түнімен ұйықтай алмай, сол күні таңертең ұйықтап қалыппын. Ғалым өзі тұрып, таңғы асын ішіп, ас бөлмені жинамай асығып жұмысқа шығып кеткен-ау, үстелдің үсті шашылып жатыр екен. Есікті ашып енемді қарсы алған соң, қонақ бөлмеге өте беріңіз дедім де жуынатын бөлмеге кіріп кеттім. Беті қолымды жуып шықсам, енем ас үйде үстелдің үстін жинап жатыр екен. Мен кіре салып, мама сіз отыра беріңіз, қазір өзім жинап шай қоямын деп едім. Енем жақтырмаған сыңаймен маған қарап, түске дейін ұйықтап жатырсың ба айналайын? Ғалымға таңғы ас бермегенсің бе өзі? Ол аш кеткен шығар жұмысқа деді. Мен босанатын уақытым жақындаған сайын түнде ұйықтай алмай жүрмін. Таңға жоқ ұйықтап кетіппін. Өзі шай ішіп кетіпті, деп едім. Енем бір күрсініп алды да. Мен 3 перзент әкелдім өмірге. Аяғым ауыр болғанда да, таңертең ерте тұрып, папаңа таңғы асын беріп, оны ешқашан жұмысқа аш құрсақ жіберген емеспін. Аяғың ауыр сен ғана емессің ғой айналайын. Ертең бала тусаң мүлде жататын шығарсың, дегенінде мен сөзден тосылып, не айтарымды да білмей қалдым. Сол күннен бастап енем екеуміздің сөзіміз жараспайтын болды. Одан қалса енем ғалымға да мені әйелің жатаған, жалқау, олақ, салақ, баяғы жадыра жақсы еді, үй тіршілігіне де пысық, тірлігі де шапшаң, деп мені ғалымның азаматтық некедегі әйелімен салыстырып, оның құлағын бұрай береді екен. Мұны мен босанғаннан кейін түсіндім. Айы күнім жетіп, 12 сағат толғатып, қатты қиналдым. Сонда енем және кәрі қыз болған соң туа алмай жатыр деп, және мен жайлы осылай айтыпты. Сәбиім ірі болған соң, оның үстіне қан қысымым көтеріліп кетіп, мені дәрігерлер кесір тілігімен босандырып алды. Өмірге балпанақтай қыз баланы әкелдім. Наркоздан есімді әрең жиып, сәбиімді іздедім. Жанындағы жансақтау бөліміндегі медбике, Гүлнұр ханым уайымдамаңыз, қызыңыз балалар бөлімінде, палатаға шыққан соң жаныңызға әкеліп береді, деген соң жүрегім орнына түсті. Сөйтіп, әбден кеш болғанда палатаға шығып, сәбиімді қолыма алдым. Жанарыма жас үйіріліп, аналық сезімім оянды.
Кешке қарай ғалым хабарласып, қал жағдайымды біліп, төмен жақтан сәбидің жаялықтары мен ыстық тамақ беріп жібергенін айтты. Сөйтіп жағдайымыз дұрысталған соң ауруханадан шықтық. Ауылдан ата-анам, әпкелерім мен жеңгелерім келіп, бір қауым ел болып перзентханадан шығарып алды. Енемдер үйде ет асып дастархан жасап қойыпты. Анамдар бір күн қонып ертесінде қайтатын болды. Екінші әпкем жанымда біраз болайын, балаға қарасып көмектесейін деп еді. Енем, өзім қарасамын, қырқынан да шығарамын, уайымдамаңыздар деген соң, олар үйге қайтып кетті. Сөйтіп енем біздікінде қалды. Қырқымнан шығуға көмектесемін деген енем, бала қарауды ұмытып қалыппын. Назипаш босанған соң өз баласын өзі шымылдырып, өзі қарады деп, енем мені емес, мен енемді күттім. Жеңгелерім мен әпкелерім мен хабарласа отырып, анам бар, ақыл сұрап, қызымды кіндігі түскен соң, өзім шомылдырып, өзім қарадым. Ғалым таңертең ерте кетіп кеш келеді. Жұмысы көбейіп, тіпті кей күндері түнде де келмей қалатын. Үйде енем екеуміз ғана боламыз. Ол кісі маған өйтесің, бүйтесің дегеннен басқа не балаға қарап жарытпады, не маған дұрыс демалып күтінуіме мүмкіндік бермеді. Бөлмеме кіріп бала емізіп жатып ұйықтап кететінмін. Сондай кезде Гүлнұр шықсаңшы шәй ішейік деп есігімді тықылдатып оятып алатын. Содан бір күні ыстығым көтеріліп қатты ауырып қалдым. Таңертең басымды көтере алмай әзер тұрдым. Төсектің жанындағы сөреден дәрі алып ішейін десем су жоқ екен. Содан әзер тұрып есікке жақындағанда күбірлесіп сөйлесіп жатқан енем мен күйеуімнің дауысын естіп қалдым. Сөйтсем енем, сенің қатының ғана ма бала туған? Ана келін Назипаш туа салып баланы да қарап, үйдің тіршілігін де жасап жүрді ғой, өлген жоқ. Сенің қатының жалқау, бос деген секілді әңгімелер айтып жатыр екен. Ал ғалым болса анасына қарап, мама қойыңызшы, кеше ғана ғой босанғаны, есін жиып алсын да, деп жауап қайтарып еді. Енем, баланы жастан, қатынды бастан деген. Отыр енді осылай, таңғы асыңды өзің жасап ішіп, ыдыс жуып, қатын не керек олай болса, деп жатыр еді. Менің шыдамның шегі үзілді. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Бөлмеден атып шығып, енеме қарап, мама, болды, жетер енді. Ұлыңызды неге маған қарай қайрап отырсыз? Неге біздің отбасылық өмірімізге араласа бересіз? Маған көмектеспесеңіз де, тыныштық беріңіз деп айқайлап жіберіп едім. Енем, әй келін, сен орныңды біл. Сен кімсің маған айқайлайтын? Мені қуып жатырсың ба? Деп түрі түтігіп кетті. Осы кезде ғалым орнынан ұшып тұрып, күтпеген жерден жұдырықпен бір ұрғанда, мен анадай жерге ұшып түсіп, есімді жоғалттым. Содан көзім көгеріп, 39-40 градус температурамен жедел жәрдем келіп, көмек көрсетіп, ыстығым түскен соң есімді жидым. Сөйтсем, енем мен жолдасым мені басы айналып құлап, бетін соғып алды депті. Мен үндемедім. Ләм-мим деп үн қатпадым. Барлығын ішке жұттым. Жолдасым аяқ жағымда кешірім сұрап, жалынып жалпайып отыр. Енем болса қызымды алып қонақ бөлмеде отыр екен. Сол күні орнымнан тұрмадым. Жүрегім қысылып, үнсіз қыстыға жыладым. Бір кезде енем кіріп, қызымды жаныма жатқызып, Гүлнұр, баланың қарны ашты, емізесің ғой деймін. Мен жиналып қойдым. Ғалым автобекетке шығарып салады. Ауылға қайтамын. Деп еді, мен үндемедім. Қызыма омырауымды беріп жата бердім. Бір кезде сыртқы есік сырт етіп жабылды. Енем мен ғалым шығып кеткен соң, мен дереу орнымнан тұрдым да, өзіме қажетті құжаттарым мен қызымның жаялықтарын алдым да, нағашымның үйіне кетіп қалдым. Сөйтіп, сол кеткеннен бір жолата ажырасып кеттім. Отбасылық өмірге қадам басқаным кеше ғана болғанымен, аз ғана уақыттың ішінде жалғызбасты ана статусына ие болдым. Дегенмен өткеніме ешқандай өкінішім жоқ. Өйткені мен үшін бақыттың кілті еркекте емес. Менің ұстанымым бойынша бақыт әр адамның өз бойында, ойында, өмірлік ұстанымдарында. Тағдыр деп тағдырды да кінәлауға болмайды. Өйткені тағдырың өз қолыңда. Тағдырдың көлеңкелі тұстарынан күн сәулесіне қарай өзіміз жол таба аламыз. Бастысы, денсаулық пен жанымыз тыныш болсын. Жаның тыныш болса, миың да тыныш. Ми тыныш болса, жұмысың да берекелі.
Еңбегің берекелі болып жатса, әл-ауқатың да тұрмысың да жақсы болады. Өмір бір-ақ рет беріледі. Бақытың өз қолыңда. Соңы. Келесі бөлім қорытынды. Дыбыстап оқыған Жазира Тулешова. Арнамызға тіркеліп қойыңыздар.